Алла тағала білет, сіздің не нәрсеге мұқтаждығыңыз бар екен. 2012 жылы бізде Мұрат деген қажы ағамызды, мешіт салдырған, сондай бір дінге қызмет етіп жүрген ағамызды Қағбаға кіруге алып бардық. Алла нәсіп етіп, пропускі берілді. Ағамызға айтып отырдым Қажекеңе, өзі генерал-майор, Қажеке, ананың ішінде жүргенде ұзағырақ жүруге тырыс деймін да. Сосын есіңізден танып қалма. Бір түрлі бір кереметтер болып жатуы да мүмкін. Есінен таңсаң болды, құлайсың. Сондықтан танып қалмауға тырыс деп. Енді дайындадым ол кісіні. Сосын ол кісі шыққаннан кейін басқа адам болып шықты. Бірден айтсаң жылап қоя береді, көңіл босап кете береді. Сосын сұрап отырмын, Қажеке, не құдірет көрдіңіз дедім. Сенің айтқаның жақсы болды дейді, есінен танып қалма деп. Сол ойымнан кетпей тұр дейді. Намаз оқып жатырмын дейді. Қарасам, қасыма анам келіп тұр дейді. Королева сияқты киініп алған дейді. И анамның қасында мен 5 жаста болғанда 3 жасар қарындасым қайтыс болып кеткен дейді. Сол қарындасым екеуі келіп тұр дейді. Намазда тұрмын дейді. Бір кезде ана мен қарындасымды көрген кезде көңілім босай бастады дейді. Бірақ сенің айтқан сөзің ұстап тұр, есінен танып қалма деп. Рукуға бардым, сәждеге бардым дейді. Сәждеге барып едім. Бір кезде анам тіземді бүкті де, басынан сипады дейді. Сол кезде өзімді 6 жасар баладай сезініп кеттім дейді. Бірақ намаздамын. Басымды қайттан сәждеден көтердім. Екінші рет сәждеге бардым. Анам қайттан басымды сипайды дейді. Ана сипап атқан сайын, ана жерде жата бергім келеді дейді. Бір 6 жасар бала сезініп тұрмын дейді өзімді. Екінші рәкағатқа тұрдым дейді. Зорға тұрмын дейді. Анам қарап тұр, маған күліп тұр дейді. Сәждеге барған кезде өзім ұстай алмадым дейді. Бірақ сол сенің сөзін ұстап тұр дейді. Есінен танып қалма деген. Анам сипаған сайын басымды көтергім келмейді. Сипай берсе екен деп жатыр. Содан екінші сәждеден көтеріп, екінші сәждеге бардым дейді. Бір рахаттанып жатырмын дейді ғой. Амал жоқ, намазды бітіру керек. Сөйтіп сәждеден басын ат-тахиятты оқып жатсам дейді. Қарындасым дейді 3 жасар. Келді дейді. Басын иығыма қойды да, бір кезде құшақтады дейді. Өзімді зорға ұстап тұрмын дейді. Сөйтіп намазымды зорға аяқтадым да, өкіріп тұрып жыладым дейді. Қараңыз, Алла тағала білет, сіздің не нәрсеге мұқтаждығыңыз бар екен.